20 минутта ашитын сүтсіз жасалатын құрамы үйдегі қарапайым бар заттан жасалатын жеңіл лепешка ыстық нанның рецебімен бөлісемін. Достар, дәл осындай нанның рецебін көргің келсе, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпа. Дүкеннің нанын ала бергенше, үйде бар заттардан жасалатын дәл осы рецеппен жасап, жақындарыңызды қуантыңыз. Ең алдымен ыдысқа жылы су құйып, оның үстіне бір ас қасық қант саламыз. Бір ас қасық дрожь салып, дрожь ерігенше венчикпен араластырып, бетін 2 минутқа жауып қоямыз. Үстіне жарты шай қасық тұз салып, және 100 грамм май қосып, осыларды асықпай араластырамыз. Шетінен ұнды аз-аздан сала отырып, масса ерігенше толығымен араластырамыз. Нан жақсы ашып жұп-жұмсақ болу үшін барлық ингредиенттер жылы болуы қажет. Енді осындай жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып 20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр көтерілген соң 1-ден 2-ге бөліп, лепешканың формасына келтіріп, осылайша противенге саламыз. 5 минутқа бетін жауып қалдырып, ашығаннан кейін осылайша қолымызбен нанның формасын осылайша басамыз. Қалауымыз бойынша нанның бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, осылайша күн жуыт немесе мак себеміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Дрожжи көп салынған дүкеннің нанынан жалықсаңыз, арасында өз қолыңызбен осындай құрамы белгілі, әрі жұп-жұмсақ осындай нанды жасап көріңіз. Достар, осы каналда көптеген қолжетімді қарапайым заттардан жасалған түрлі тағамдардың рецептері бар. Сенбесеңіз қарап көріп тіркеліңіз.